Жақсы. Ал дайындалдық па үй жұмысына? Жақсы. Абай атамыздың қандай өлеңдерін білеміз? Мансұр. Жақсы. Жақсы. Құлақтан кіріп бойдалар. Жақсы. Көзімнің қарасы. Өте жақсы. Жақсы. Дауыстап сөйлейміз. Көзімнің қарасы. Жақсы. Сегіз аяқ. Алланың өздері сөздері. Сәуле болса кетмейді. Жақсы. Қасиетті дұға. Өте жақсы. Алла деген сөз жеңіл. Ой. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтар. Жақсы. Дәулет. Жақсы. Жақсы. Күз. Жалын отқан жаралы. Жас. Мен сәлем жазамын. Өте жақсы. Тұран. Сабырсыз арзын бермеші. Жақсы. Жігіт сөзі. Жақсы. Бала, бәріміз біз көптеген Абай атамыздың өлеңдерінің аттарымен таныстық, иә? Биыл бізде қандай атаулы дата болып жатыр? Абай атамыздың. Қолымызды көтереміз, Назгүл. Абай атамыздың 175 жылдығына орай мереке болып жатыр. Иә, Абай атамыздың 175 жылдығы болып жатыр, иә? Жақсы. Ал балалар, жаңа сабақты бастамастан бұрын мен сендерге сұрақ қойғым келіп тұр. Бақыт деген не? Бақыт деген сөзді қалай түсінесіңдер? Жақсы, Назгүл. Бақыт деген ол менің ата-анам. Егер ата-анам аман болса мен бақыттымын. Өте жақсы. Тағы да Тұран. Бақыт деген біздің балалық шағымыз. Өте жақсы. Енді мен сендерге бұл сұрақты құрдан құрып қойған жоқпын. Бәріміз тақтаға қарайық. Бақыт деген не? Енді мына жердегі берілген бірнеше сұрақтардың ішінен өздерің бақыт деген не екен? Түртіп алыңдаршы өздерің. Болса қана Абдулазиз, бақыт деген сен үшін ол не? Бақыт деген мен үшін денсаулық, байлық, білім. Жақсы. Бекболат. Бақыт деген мен үшін ата-ана, денсаулық, білім. Жақсы. Айлана. Мен үшін байлық деген ата-ана, білім, денсаулық. Бақыт деген. Біз бүгін түрік халқының ертегісі бақыт деген не деген ертегімен танысамыз. Сабағымыздың мақсаты біз кейіпкердің іс-әрекетін бағалай аламыз, оқиғаларымыздың маңызды тұстарын талдап, салыстыруға қатысамыз. Талдау жасай отырып, мәтіннің негізгі ойын анықтаймыз. Және өзіміз үшін құнды заттарды, құнды нәрселерді таңдап, өзіміз үшін солардың құнды екенін дәлелдеп аламыз. Енді қалай ойлайсыңдар, осы сабақтың мақсаттарынан қандай бағалау критериялар шығады? Біз қандай критерияларды орындасақ, бүгін сабағымыздың мақсатына жетеміз? Қалай ойлайсыңдар? Не істейміз сонда біз? Кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалай алсақ. Жақсы. Мәтіннің негізгі ойын анықтасақ. Жақсы. Тағы да не істесек біз бүгін мақсатқа жетеміз? Мәтінді талдай алсақ. Мәтінді талдай алсақ. Жақсы. Мәтіннің негізгі ойын анықтай алсақ. Мәтіннің негізгі ойын анықтай алсақ. Өзің үшін құнды заттарды жаза алсақ. Иә, өзімізге қажетті құнды заттарды жаза алсақ, сабағымыздың мақсатына жетеміз. Міне бағалау критерийі, сен нағыз бақытты адамсың. Қайғыра берме, көпті көрген мен сияқты қарттың сөзіне сен. Адамның ең зор байлығы денінің саулығы. Денсаулықты ешқандай ақшаға сатып ала алмайсың. Дені сау адам ең бақытты. Әркім әдебиет лотосы деген әдіс арқылы мына кестеге жазып шығыңдар. Осы өздерің оқыған бойынша түсінген нәрселеріңді ана қыздарға береді. Жұпыны өмір сүрді. Бозбала тас қалаушының сөзінен не түсінді деп ойлайсың? Дені сау адам ең бақытты адам. Денсаулығы зор байлық деген деп неге айтылған? Осы бойынша тез маған 2 минуттың ішінде кестені толтырып бере салыңдар. Неге бозбала жұпыны өмір сүрді? Айтыңдаршы. Бақыт деген неге білген жоқ. Бақыт деген не екенін білмесе жұпыны өмір сүре ме не? Ақшасы болған жоқ. Дұрыс. Не үшін ақшасы болған жоқ? Өйткені ол кедей болды. Иә, дұрыс айтады. Ол өзінің сау дене мүшелерін бағалай алмады. Аяқтасақ, онда кәні кім оқып жібереді? Айзере. Шығарма атауы бақыт деген не? Кейіпкер бала тас қалаушы. Бозбала неліктен кедей жұпыны өмір сүрді. Оның ақшасы жоқ болды. Бозбала тас қалаушының сөзіне не түсінді деп ойлайсың? Бақыт деген не? Бақыт деген денсаулық екен.
түсіндім. Дені сау адам ең бақытты адам, денсаулық зор байлық деп неге айтылған? Себебі денсаулық адамның байлығы. Жақсы. Кәні Еркежан. Шығарманың атауы бақыт дегенмен кейіпкерлер бозбала тасқалаушы. Бозбала неліктен кедей жұпыны өмір сүрді, себебі ол еңбек еткен жоқ. Бозбала тасқалаушының сөзінен не түсінер деп ойлайсың? Бозбала бұл сөзден кейін еңбек ету керегін түсінді. Дені сау адам ең бақытты адам, денсаулық зор байлық деген неге айтылған? Себебі біздің деніміз саудырылса, біз бақытты боламыз. Өте жақсы. Жеке жұмысымыз біздің мынандай дескрипторлар арқылы бағаланады екен. Оқығаны бойынша кестені толтырады, өз ойын жүйелі жеткізеді. Кәні осы дескрипторларды орындадық па біз? Олай болса, алдарындағы жалаушы арқылы өз-өздеріңді бағалап жіберді. Бізде жасыл жалауша ол не? Бәрі жақсы. Топтық жұмыс. Бірінші топ ертегіні рөлге бөліп оқиды. Екінші топ Вен диаграммасы арқылы шебер мен бозбаланың мінез құлқына баға беріп оны салыстырады. Үшінші топ денсаулық туралы мақал-мәтел жазады. Төртінші топ денсаулықты күтуге арналған кесте құрамыз. Түсінікті ма? Жақсы. Олай болса, кәні әркім өзінің жұмысын атқарсын. Бірінші топ бізде рөлге бөліп оқисыңдар. Өздерінің рөлдеріңді бөліп алыңдар. Кім болады? Жұмыс жасаймыз. Ертеде бір бозбала болыпты. Ол өзінің кедейлігін айтып, үнемі мұңаяды екен. Ой, шіркін-ай, мол байлығым болсам, өмірде жақсы болар еді. Бақытты болып, қызық дәурен сүрер едім, деп армандайды екен. Бір күні енің жанынан өтіп бара жатқан тас қалаушы шебер бозбаланың сөзін естіп қалады. Қасына барып, сен неге соншама қайғыға бересің? Сенің мол байлығың бар ғой. ақылды адам, мейірімді, қайырымды, байлықтың не екенін түсінетін адам. Бозбала, жеткіншек, мұңая беретін бала, өзін бағаламайды. Денсаулық туралы мақал-мәтел айтады. Шынықсаң шымыр боласың. Денсаулықтың қадірін ауырғанда білерсің. Ең саулық жан сау, денсаулық зор байлық. Емі бардың емі бар. Ауыр дем іздегенше ауырмайтын жол өсер. Үш топтың тапсырмасы. Денсаулықты сақтау кестесі. Денсаулықты қалай сақтау керек? Сол бойынша кесте құру. Дайындалдық па? Ал кім оқиды? Денсаулықты сақтау кестесі. Бас гигиенасын сақтау. Ауа райына байланысты киіну. Ауа райына байланысты киіну жақсы. Дәрумені тамақтарды жеу. Дәрумені бар тамақтарды жеу. Тазалықты сақтау. Жақсы. Мақсұт. Зиянды заттардан аулақ болу. Өте жақсы. Спортпен шұғылдану. Сергі балай, шашап қалған боламыз, орныңыздан тұрып, бәрі сіздерін бірінші топтың тапсырмасы бойынша мына дескриптор арқылы кәні бағалап жібейік. Бізде бірінші дескрипторымыз рөлге бөліп оқығанды біледі және дұрыс оқиды. Кәні бірінші топқа жұлдыз тілек арқылы кәні баға берейік. Назгүл. Мен мына жұлдызды олар мәнелеп оқыған үшін бірінші топқа беріп келеді. Жақсы. Кәні шапалақтап қойыңыз. Кім жұлдыз берілсін егер? Мен дес. Мен бірінші топқа жұлдызды бергім келеді, себебі олар ертегіні рөлге бөліп оқыды. Дұрыс оқыды, рөлге бөліп оқыды. Біледі екен, жақсы. Екінші топқа өз баламызды берейік топтар. Жұлдыз тілек. Кәні, ал Бекболат. Мен екінші топқа мына жұлдызды бергім келеді, себебі олар тасқалаушы мен бозбаланың жақсы қасиеттерін дұрыс тапты. Дұрыс сипат. Жақсы. Тілек айтатынымыз бар
Жоқ, жақсы. Олай болса, бізде 3-ші топ денсаулық туралы мақал мәтел айтты, иә? Қана жұлдыз тілектермен бағалап жібереміз. Жұптық жұмыс. Мен қазір мына стикер таратып беремін. Стикерге әрқайсысы бақыт деген не? Деген сұраққа суретпен жауап бересіздер. Сурет түрлі түсті. Сурет. Қане балалар, тақтаға жұп-жұпымызбен шығып, бақыт сөзі сендер үшін қандай суретпен теңестіріледі? Бақыттың бейнесін қандай қылып саласыңдар сендер? Қане тез-тез жұпымызбен шығып, айтып жібереміз. Кел. Біз бақытты күнге, жүрекке, гүлдерге, шарларға теңестіреміз. Жақсы, қане, жақсы. Келесі сабағымызды қорытындылау үшін бүгінгі біздің бақыт деген не деген ертегіден не түсіндік? Өзімізге нені үлгі кетіп алдық? Қай сөзі бізге үлгі болды осы ертегінің? Сол бойынша балалар, қане, әркім өзіміздің ойымызды айтып жіберейікші, қане. Ал Назгүл бастай ғой. Мен бұрында ойлаушы едім, бақыт деген ол дүние, байлық деп ойлаушы едім. Ал бүгінгі сабақта мен бақыт деген ол өзіміздің ата-анамыз, денсаулығымыз екенін енді ғана түсіндім. Сабақтан алған білімімізді, көңіл күйіміздің қандай екенін, қане, бізде 3 шапалақ әдісі бар, сол арқылы қане білдіріп жіберіңдер. Жақсы, бізде неше шапалақ болды? 3 шапалақ болды. 2 шапалақ ұрған оқушы бар ма? Жоқ. Жақсы. Олай болса, бүгін сабаққа өте жақсы қатыстыңдар. Өз ойларыңды жақсы айттыңдар деп ойлайсыңдар ма? Бізде бағалар критерийіміз қандай еді? Ертегінің негізгі ойын анықтаймыз. Анықтай алдық па? Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Өздерінің қолындағы бар байлық